Баршаңызға әлемдердің Раббысы Алла Тағаланың сәлемі мен игілігі болсын. Қазіргі қоғамның негізгі аға буыны, өткен ғасырдағы атеистік саясат, үстемдік еткен кеңестік кезеңді басынан кешкені белгілі. 20 ғасырдың басқы кезеңінде қазақ даласындағы ислам дініне, имам молдаларға, діндарларға жасалған нәубеттің соншалықты қасіретті болғандығы бүгінде мұрағаттардан табу қиын емес. Дін үшін қиян-кескі қиянат көрсе де, халқымыз бір сәтте бисмилласын ұмытпай, аузынан Алласын тастамады. Алладан басқа тәңір жоқ, Мұхаммед оның елшісі деген ата-әжелеріміздің осы бір тылсымға толы сөздері санамызды сәулелендіріп, жүрегімізді жылылыққа бөлегені рас. Бірақ оның байыбына баруға мүмкіндік бола бермеген. Аллаға шүкір, тәуелсіздік алып, сол батагөй қариялардың аузындағы сөздердің теңдессіз мән мағынасын түсінуге қол жетті. Ендеше қымбатты көрермендер, біз бүгін Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының алғашқы имамдар форумында қабылданған еліміздің мұсылмандарына арналған тұғырнамасымен танысуды жалғастырамыз. Оның алғашқы бөлімі әлбетте иман негіздері жайлы болмақ. Иман деген бұл ұлық, қымбат нәрсе. Аллах Тағала сақтасын имансыздықтан. Аллаху Субхану ва Тағала әркімді жаратқанда не қылады? Иманды қылып жаратады. Бұл иманымызды біз берік сақтауымыз керек. Иман ұғымы араб тілінен аударғанда бір адамның сөйлеген сөзін қуаттау, айтқанын қабыл ету, шын көңілімен күмәнға жол бермей, күдіксіз ықыласпен сену деген мағынаны береді. Ал оның шариғи мағынасы Алла Тағаладан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға жеткен нақты үкімдерді растап, еш күмәнсіз қабыл ету, әрі олардың хақтығына шүбәсіз илану. Иман негіздерін жүрекпен растап бекітуді тасдиқ, ал тілмен айтуды иқрар деген. Яғни осы иман келтіру үшін тасдиқ қана жеткілікті ме? Әлде оған иқрар ету де маңызды ма? Екеуінің біреуі орындалмаса қалай болады деген сауалдар ғалымдар арасында түрлі көзқарастар қалыптастырғаны рас. Ханафи мазхабының негізін салушы, құрушысы имам Абу Ханифа, Алла оқысын рахымына бөлесін, Уасия атты өсиет атты кітабы бар. Бұл кітап негізінде мұсылман кісінің сенім нанымына байланысты жазылған еңбектерінің бірі. Сол кітапта имам Абу Ханифа былай деп айтады: иман тілмен айтып, жүрекпен бекіту деп айтады. Тек тілмен айту да жеткіліксіз, сонымен қатар тек білу де жеткіліксіз. Шынайы иман ол мұсылманның жүрегіне ұялап, тілінен көрініс табатын нәрсе. Біз көтеріп отырған иманның шарттарына қатысты Абу Хурайра радиаллаху анхудан жеткен хадисте, бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламмен бірге отырған кезімізде қасымызға бір адам келді де, Аллах елшісінен иман дегеніміз не деп сұрады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам болса, иман дегеніміз Аллаға, оның періштелеріне, оның кітаптарына, елшілеріне, ақирет күніне иман келтіруің, және тағдырдың жақсылығы мен жамандығына иман келтіруің деді. Ол кісі, ислам дегеніміз не деп сұрады. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, ислам дегеніміз Алладан өзге құлшылыққа лайық тәңір жоқ екендігіне, әрі Мұхаммед оның елшісі екендігіне куәлік етуің, намазды толық орындауың, зекет беруің, Рамазанда ораза ұстауың, шамаң жетсе Қағбаға қажылық жасауың деп қайтарды. Әлгі кісі, ихсан дегеніміз не дегенде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, ихсан Алланы көріп тұрғандай құлшылық етуің, сен оны көрмесең де Алла сені көреді деді. Құран-ы Кәрімге қарайтын болсақ, Раббымыз айтады: "Уалақад халақнал инсана фи ахсани тақвим". Ақиқатта біз адам баласын көркем бейнеде жараттық дейді. Адамның көркем бейнеде жаралуы бұл оның бақытты болуына, екі дүниеде мақсатына жетуіне бұл жеткіліксіз. Соңыра аятты оқитын болсақ: "Сумма радатнаху асфала сафилин илля аллазина аману ва амилус салихат фалахум ажрун гайру мамнун". Соңыра оның төменнен төменіне тастадық. Тек қана иман келтіріп, жақсы амалдар қылғанға бұларға шексіз міндет қылынбаған ажырлар, сауаптар бар дейді. Иман қолмен ұстап, көзге көрінетін дүние емес. Ол жүрекпен сезіледі. Ал тірі адамның жүректен аяулы жері бола ма? Жүрек
имандылық пен күпірліктің мекені, жүрек басқарушы орталық. Адам сезімдері мен дене мүшелері осы орталыққа бағынады. Пайғамбар Мұхаммад алейхиссалам хадиси шарифінде айтады: "Инна Аллаха ла янзуру иля суварикум, ва ла аджсамикум, ва ла амваликум, валакин янзуру иля кулубикум ва амаликум" дейді. Аллах Тағала сендердің суреттеріңе, жысымдарыңа, мал мүліктеріңе қарамайды. Бірақ Аллах Тағала сендердің жүректеріңе, ізгі амалдарыңа қарайды дейді. Адамның жаратылысындағы ең ұлы болған нәрсе ол жүрек. Пайғамбар Мұхаммад алейхиссалам хадисінде айтады: адамның денесінде бір ет бар дейді. Ол ет түзелсе, оның бүкіл денесі түзеледі дейді. Ал ол ет бүлінсе, оның бүкіл денесі бүлінеді дейді. Біліңдер, ол жүрек дейді. Адамның жүрегі, оның жүрегіндегі ең қымбат жауһар нәрсе ол иман. Хакім Абай, үш нәрсе адамның қасиеті: ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек деуі де бекер емес. Ендеше жүрекке иман ұяласа, адамның бойында имандылық, көркем мінез құлық көрініс табады. Ал жүректі күпірлік мекен етсе, адамда имансыздық пен жаман қасиеттер пайда болады. Яғни жүрек жақсылықтың да, жамандықтың да қайнар көзі. Хайуан мен адамның айырмашылығы мынада дейді. Хайуан ұяттың не екенін білмейді дейді. Адам ұяттың не екенін біледі дейді. Адамда ұят болу керек. Адамда ұятты білсе, ол адам, яғни ол саналы адам, саналы құбылыс. Адам мен хайуанның айырмашылығы оның иманында дейді. Халқымыз имансыз деген ұғымды ең ауыр жағдайда қолданған. Ата-бабаларымызға мұндай сөзді есту өлім жазасына кесілумен тең еді. Сондықтан өлімнен ұят күшті деді емес пе? Қазақтың аяулы ақыны Ғұмар Қараштың өлең жолдарында тұрады ұят тұрған жерде иман, әдебі пайғамбардың бұған илан. Әртүрлі бұзықтықтан адамзатты тек жалғыз бұл дүниеде ұят тыйған дейді. Ержан Малғажыұлы бастаған мұсылман діни басқармасының атқарып жатқан жұмысын мен өз басым қолдаймын. Бұл мынау біздің елімізде мысалға рухани тұтастыққа, бірлікке бастайтын әрекеттер осы атқарылып жатқан жұмыстар. Аманту оқымаған кісі бар ма? Вакутубихи дегенмен ісі бар ма? Алла өзгермес, адамзат күнді өзгерер, жарлық берді ол сіздерге сөзді қарға. Абай атамыздың осы бір шумағына қарап, 19 ғасырдағы қазақтың арасында иман етпеген пенденің жоқтығын аңғару қиын емес. Мен Аллаға, оның періштелеріне, кітаптарына, пайғамбарларына, ахирет күніне, тағдырға, жақсылық пен жамандық Алладан болатындығына иман еттім. Өлгеннен кейін қайта тірілу хақ деген иман шарттары әрбір мұсылманның төл құжаты іспеттес жүрегінде жатталғаны хақ. Пайғамбарымыз Мұхаммедтің оған Алланың игілігімен сәлемі болсын хадисі: Алладан басқа тәңір жоқ деп шын ықыласымен айтқан адам жәннатқа кіреді. Алладан басқа тәңір жоқ деген құлын рахымды Раббымыздың тозақ отынан сақтайтындығы жайлы Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисі жиі кездеседі. Ендеше ел арасында калима деген түсінікті қамтыған осы бір сөйлем иман негіздеріндегі өзге шарттарды да қамтиды ма? Яғни иман шарттарының біріне, мәселен адам иман келтіре тұрып, ахирет күніне иман келтірмесе қалай болмақ? Имам Насафи рахимахулла, Алла тағала рахым етсін, иман дегенді былай деп түсіндірген. Иман дегеніміз пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның Алла тағала тарапынан әкелген барша нәрсесіне иман келтіру, сену деп түсіндірген. Және оны тілмен айту деген. Тұғырнамада көрсетілген иманның 7 шарты бар. Мұсылман кісі бұның ешқайсысын бөліп жармай барлығына иман келтіру керек. Мысалы, Алла тағала тарапынан түскен кітаптар бар, ол кітаптардың барлығына иман келтіру керек. Біз мұсылмандар шынымен ақ Мұсаға Таурат деген кітаптың түскендігіне, Иса алейхиссаламға Інжіл деген кітаптың түскендігіне еш күмәніміз жоқ. Бірақ біз мұсылмандар оның әуелгі нұсқасына иман келтіреміз. Ал егер сол жеткізгеннен кейін мен сенбеймін деп айтады оған болса, онда ол адамның иманы толық болып есептелмейді, күпірлікке түсті деп айыпталады. Себебі иман тұтас нәрсе, бөлінбейді. Алладан басқа тәңір жоқ екендігіне куәлік етемін. Мұхаммед оның құлы
әрі елшісі екендігіне куәлік беремін деп калима шахадат айтқан мұсылман періштелерге сеніп, Құдайдың құдіретіне шек келтірмес. Кітаптарына сенгенін Құран үкімдеріне мойынсыну арқылы байқатар. Пайғамбарларына сенсе, адамзат тарихына көз жүгіртіп, қайдан келдім, қайда барамын деп, соңғы пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның өнегелі өмірінен үлгі алар. Ахирет күніне сенсе, бұл күнмен ғана шектелмей, әр қадамының сұрауы барын ойланар. Ал тағдырға сенсе, бұл тақырып әрбір жұмырбасты пендені бейжай қалдырмайтын тақырып. Өте ауқымды, сонымен бірге өмірдегі кез келген тіршілік түйткілін тағдырға сенім деген бір ғана сөзбен түйіндеп, әрбір нәрсеге хикметпен қарауға үйретеді. Сол сияқты, осындай иман шарттарына ұйудың мұсылман баласы үшін пайдасы қандай? Ханафи мазхабының имамдарының барлығы былай деп айтқан: ғылымның қайнар көздері үшеу. Ең әуелгісі ақыл. Адам ақыл арқылы көптеген мәселелерге көз жеткізе алады. Сонымен қатар адамда Алла берген 5 сезім мүшесі бар. Көзбен көріп, құлақпен есту, дәмін тату секілді 5 сезім мүшесі. Одан кейінгісі пайғамбар жеткізген хабар деп түсіндіреді. Пайғамбар жеткізген, пайғамбарлығы дәлелденген пайғамбардың жеткізген хабар деп біледі. Енді қараңыз, біздің сол 5 сезім мүшесінен тыс, 5 сезім мүшесінің жете қоймайтын өресі нәрселерді ғайып деп айтады. Мысалы, Алланың барлығы ғайып, жәннат пен тозақтың бар екендігі ғайып. Ғайып деген сөздің мағынасы әлгі 5 сезім мүшесіне бағынбайтын, 5 сезім мүшесінің өресі жетпейтін нәрселерді айтамыз ғайып деп. Хазірет Алидің бір сөзі бар: егер ғайыптың перделері көтерілсе дейді, мен иманым артпас еді дейді. Мен барып, өз көзіммен барып жәннатты көрсем, тозақты көрсем, одан бір иманым күшейіп кетпесе еді, себебі мен так сеніп қойған мұның бар екендігіне. Пайғамбарымыз Мұхаммедтің оған Алланың игілігімен сәлемі болсын хадисі: Алла жәннаттықтарды жәннатқа, жаһаннамдықтарды жаһаннамға тастайды. Содан кейін, қараңдар, жүрегінде титтей иман болған біреуін тапсаңдар, оны жаһаннамнан шығарыңдар дейді. Иман жүрекпен сеніп тілмен айту болса, ғалымдар түрлі жағдаяттарға да мән берген. Мәселен, қандай да бір қауіп-қатер салдарынан сенімін жасырып, қорқыныштан кәпірмін, құдайсызбын деген адамдарды ғалымдар момын деп есептейді. Әйтсе де есту, сөйлеу мүмкіндігі шектеулі жандардың халі не болмақ деген қарапайым сұрақ туындайды. Өйткені жүрегімен иман келтіргенін тілімен айтпаған адамға мұсылмандық шарттарды міндеттей алмайтындығымыз да рас. Барлық имамдарымыз бір ауыздан мұлқаудан иман болып есептеледі деген. Мұлқау, мысалы, адам оны жүрегімен сенсе, тілімен жеткізе алмаса да, иманның негізгі тірегі ол тасдиқ, ол жүрекпен сену. Тілмен айту, сіз бен біздің оның мұсылман екендігін білу үшін ғана. Егер бір мұсылман кісі қандай да бір қиыншылыққа тап болып, мен мұсылманмын деп айтуға қиналса, немесе тағы да басқаға мәжбүрленсе, күпірлік сөздер айтуға, оның жүрегіндегі сенімі өзгермесе, Аллаға деген иманнан айнымаса, ол бәрібір мұсылман болып есептеледі. Қазақстан мұсылмандарының тұғырнамасында айтылған иман негіздеріне қатысты сауалдарға қысқаша жауап іздеуге тырыстық. Өйткені бұл талай ғалымдарға том-том кітап болған телегей теңіз тақырып. Сондықтан иман негіздерін саралап, ғылыми жүйеге салған ғалымдардың еңбегіне сүйену аса маңызды. Біз бүгін иман шарттарына тоқталсақ, алдағы хабарымызда иман негіздері, яғни ақида мәселесі жайлы сөз етеміз. Әрдайым мұсылман бауырларымызға иман байлығын тілей отырып, бүгінгі хабарымызды тәмамдаймыз. Алла тағала елімізге тыныштық, басымызға амандық бергей.